Бибоның телефонда не бар? Қандай телефон? 13 Pro Max. Кредит қалдым баяғыда. Әлі төлеп жатырмын рассрочкасын. 2 жыл қалғанбыз қоя алмай. Кімнің контент сен үшін пайдалы? Есентай Разия деп сразу кіріп кетсең бірге. Көп қой блогерлер қазір дейтін. Қалай? Интересныйларды ақтарып отырасың да, өзіне керекті жаңағыдай идеяларды алып. Телефонды сен үшін пайдалы қосымша қандай? TikTok, кіргізсек жаңалық бәрін саяқтан. Не бар менде? Pinduoduo бар. Homescapes дейтін ойым бар. Постоянно осыны ойнаймын. Видеоны баяғыдан капкатпен монтаждаймын. Lightroom фотоларды өңдеуге жақсы. Сосын Dascamның платный версиясы жақсы. Snapseed дейтін бар. Ол қандай жаңағыдай артық заттарды алып тастауға сондай ыңғайлы. Jet бар, сосын самокатпен жүремін, Яндекс. Несиеге iPhone алған дұрыс па? Әркімнің жағдайына қарайды ғой. Ол кезде менің жағдайым болған жоқ. Ойбай, андай қылып алмау керек ше. iPhone алсам бітті мен дейді. Контентті айырамын, фотолар мықты түсіремін, видео түсіремін. Любой адамда болады. Ондай менде де болған, мен iPhone болса, ол күшті болады деген сияқты. А мен до этого 8+пен ба, сондай бірдеңемен жүрдім, түсірдім. Мәселе телефонда емес, өзіміздегі на камера. Керемет жауап. Бибо саған үлкен рахмет. Ал енді достар, бізге тіркеліп кетіңіздер, себебі келесіде бұдан да қызықты контенттер шығады, және де бізге тіркелген оқырмандар ішінде 100 мыңға жететін болса, біз iPhone 15-ті сіздердің араңызда біреуге беретін боламыз сыйлыққа. Сол үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Құрметті көрермендер, сіздерге біздің керемет жаңалығымыз бар. Ол қандай дейтін болсаңыздар, енді біздің YouTube'тағы Mindset'тен түскен ақшаны енді біз өзіміздің құрметті де, қадірлі де, өзіміздің оқырмандарымызға, көрермендерімізге береміз деп шештік. Яғни, мойындаймын, мен дәл қазір енді YouTube'тың Mindset'те бізде көп ақша түспейді, бірақ ойлаңыздаршы, болашақта сіздер енді қазірден бастап енді біздің әр шыққан біздің видеомыздың астына лайк басып, комментарий жазып, оны достарыңыз барынша көп көрілім жинай беретін болса, ол кәдімгідей үлкен ақша болатын секілді. Енді өздеріңіз білесіздер, қазір әлемге әйгілі мистер Бистің өзі қазірден үлкен дәрежеге жеткеннен кейін ол әр видеосында кем дегенде $1 миллион өзінің оқырманына беріп жатыр. Сол секілді егер біз болып тоқтамастан осы YouTube каналымызды тоқтатпай бірге қолдайтын болсақ, болашақта біз үлкен дәрежедеміз, және сол ақшаның бәрін мен сіздерге уәде беремін, сөз беремін, осын сақтап алыңыздар. Енді YouTube-тан Mindset'тен түскен ақшаны міндетті түрде сіздердің оқырмандарымызға беріп отырамыз. Мен бағана басында айтып кеткендей, қазір аз болып тұр енді, себебі біздің YouTube канал өздеріңіз білесіздер, алдыңғы 100 мың оқырманымыз бар YouTube каналымыз ол жабылып қалды, бірақ ол жалып қалғаннан кейін біз екінші YouTube каналымызды қазір жүргізеді, сондықтан да бұған Mindset енді қосылды, енді алдағы уақытта міндетті түрде көрілім болады. Ал енді оның кімге береміз, қалай береміз, қайтып береміз деген ақпараттың барлығы біздің Instagram'ымызда болады. Одан қалай берсе өздеріңіз сіздер жақсы білесіздер. Біздің Instagram'ымызда 100 мың оқырманға жететін болса, iPhone 15-ті сіздерді бір оқырманымызға сыйлыққа берейін деп жатыр. Яғни айтқан кезде енді барынша сіздер үшін енді алғыс рахмет детін айтады. Сіздерден тек қана талап ететін нәрсе біздің әрбір шыққан нәрсемізге барынша қолдау білдіру. Біздің мақсатымыз, біздің миссиямыз, біз осы Қазақстанға үлесіміз, дамуына үлесіміз бұл біздің қазақша техноблогтың дамуы. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда ешқандай технолог дамымайды. Бірақ сізбен біз болып, енді осыны дамытақ. Енді барынша қолдау білдіріңіздер. Бүкіл ақпараттар мен осы Инстаграмда беріп отырам, сторисімді айтып отырам. Яғни әр апта сайын қай видеода, қай неде болады түсіп жатқан ақшаны. Соны айтпаппын ғой. Яғни біз ақшаны қалай береміз? Әр апта сайын YouTube-тың Mindset'тен түскен ақшаны бір оқырманымызға беріп отырамыз. Ол ақпараттың бәрі біздің Инстаграмда, сондықтан Инстаграмда болыңыздар. Бірақ Mindset'тен ақша көп түсу үшін сіздер міндетті түрде біздің YouTube-тағы видеомызда көрілім көп болу керек ағайындар. Сондықтан да барынша біздің YouTube-ты қолдаңыздар. Яғни YouTube-та қанша көп көрілім болады, сонша сәйкесінше ақша көп түседі. Ол сәйкесінше сіздерге біз алғыс ретінде беріп отырамыз. Яғни барлығы енді сіздерге де пайдалы, бізге де пайдалы. Бізге пайдасы не? Көрілім болады. Көрілім көп болған сайын біздің қазақша технолог дамиды. Қазақша техноблог дамыған сайын өздеріңіз білесіздер, енді бізге әлемдік үлкен компаниялар жарнама ұсыныс береді, біз содан алайық ақшаны. Ал сіздер осы неден алыңыздар? Барлығы әділ болсын. Енді басқа блогерлер, енді сіздер айтып, ой, бізге аз беріп жатыр деп айтуларыңыз мүмкін. Басқа блогерлер тіпті беріп жатқаны жоқ. Біз енді барынша тырысып жатырық. Ал рекламадан көп табады дейтін болса, одан да қателесесіздер. Біз рекламадан көп таппаймыз.
орыстарға қарағанда, басқаларға. Себебі бізде менсінбейді өкінішке орай. Ал менсіну үшін сіз біздің Қазақстанда қазақша көретін қазақ тілді көрермендер бізді қолдау керек. Сондықтан да барынша ат салсыңыздар. Енді біздің видеомыздың сапасын көріп отқан шығарсыздар, монтажын көріп отқан шығарсыздар. Бұл жай емес. Бұл барынша қазақша контентті қолдау мақсаты. Сондықтан да ағайындар, бірге қазақша контент дамытайықшы. Жақсы ма? Рахмет бәріңізге. Осы сөз соңы, бұл әр видеоның соңында қолданады. Сондықтан да біреулер ойлауы мүмкін, ойынан қайтадан сол видео. Қайтадан көріңіздер. Қайтадан көрген сайын миларыңызға құйыла береді. Милаға құйған сайын бірге бәріміз осы қазақша техноблог дамытайық. Сіз бен біз болып. Мынау мен шынымен де болды. Сіздер де ақша табасыздар, мен де ақша табамын. Сөзін аштан келді. Жақсы. Барлығы 30-та. Рахмет бәріңізге.